Сәлем достар, қалайсыздар? Менде бір өкініш жағдай болып қалды. Алдың күні бір интернет клубқа барып жаңағы видеоларды осы ютубқа жүктеген ғой. Сол кезде ашық қалып кетіпті, жаңағы шықпай ұмытып кетіппін аккаунттан. Сонымен бүкіл видеоның барлығын біреу өшіріп тастапты. Міне енді ютубқа жаздым қайтадан восстановлениеге, бірақ роботтар жазып жатыр, андай ешқандай адам жазған жоқ әлі. Енді құдай қаласа көреміз, енді видеолардың барлығын қайта орнына келтіруге бола ма болмай ма, болмаса қайтып түсіруді бастаймыз. Енді міне сондай жағдай болып қалды. Бүгін қарайым, ешқандай видео жоқ. Не болып қалды деп қоям. Кейін бір 5 минут түсті, соны асығып шығып кеткенім. Мына бір асыққанның қателігі үстіп тиіп жатыр. Ешқандай мойымаймыз, қажымаймыз. Ары қарай жұмыс жасаймыз. Ең бастысы сіздер барсыздар, қолдап отырсаңыздар, әлі талай видео шығар. Мына бір соны айтып қояйын дедім. Каналда видеолар қайда кетті деп жүрмеңіздер. Сөйтіп өшіріп тастапты. Енді солай болуға тура келген шығар енді. Енді YouTube көреміз, басаңыз етперсе, етперді, етпесе амал жоқ енді. Видеолар жоқ, өшіп кетті барлығы. Ал сіздерге сәттілік. Жақсы идеяларыңыз болса айтып қойыңыздар. Кімнің шаруашылығы бар Шымкент қаласында, Шымкент қаласының маңайында барып түсіруге болады. Комментарийға номерлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер. Кімнің шаруашылығы бар, барып түсіріп халыққа көрсетейік. Бірге осындай қазақ тіліндегі шаруашылықтарды, контентін жоғарылатайық, дамытайық. Тек қана алға ары кімдайық. Барлықтарыңызға сәттілік ағайын. Тек қана жемісті күндерге кездескенше.